Seen a lot of change, been through a lot of things. Айсажан Мөлдірдің отбасымен танысты. Көптен күткен қуанышты сәт. Көпшіліктің сүйікті жұбына айналған Мөлдір мен Айсажанның арақатынасы маңызды жаңа кезеңге қадам басты. Жақында X бір болайық жобасының танымал қатысушысы Шах Мырзаның ерке баласы Айсажан мисс Мөлдірге ресми түрде үйленуге ұсыныс жасаған болатын. Көптен күткен күнде келіп жетті. Айсажан Түркістан қаласына арнайы барып, сүйіктісі Мөлдірдің отбасымен ресми түрде танысты. Бұл танысу рәсімі қазақы дәстүрмен шадыман көңіл күйде өте жоғары деңгейде өтті. Екі жақта бір-біріне ризашылықтарын білдіріп, болашақ құдалыққа тілек айтты. Естеріңізге сала кетейік, Айсажан мен Мөлдір жоба сыртында көрермендердің назарын өздеріне аударып, көптің көңілінен шыққан жұпқа айналған болатын. Уақыт өте олардың шынайы сезімдері нығайып, енді міне отбасы құру жолындағы алғашқы нақты қадамдарын жасап отыр. Бұл қуанышты оқиғаға орай қосылайық және бір болайық жобасының бұрынғы қатысушылары да әлеуметтік желі арқылы өз тілектерін жеткізді. Олардың қатарында болашақ жас жұбайлар қатарынан орын алып үлгерген Сұлтан мен Диана Скатова да бар. Диана қызымыз бұл сәтке жүрек жылтатын реакция қалдырып, өз лүпілін басып, ізгі лебізін білдірді. Желі қолданушылары жарыса жазды. Мединамен жарасады Айсажан Мөлдірге гүл берсе де жарасып тұрған жоқ ауылдың қызы. Айс қалалық жігіт вообще жараспайды. Бір болайықпен қосылайық құда болдық па сомен. Жүрекке әмір жүрмейді. Бақытты болыңдар. Мен молы ақылды дұрыс жігіт табат деп жүрсем. Любой қызды сындырады осы Айс, сынбаймын қарамаймын деген қыздың түрін қара. Деп жазды көрермендер мен желі қолданушылары. Жастарға тек ақ жол тілейміз. Бұл бас қосу екі жастың болашақ отбасылық өмірінің берік іргетасына айналсын.